Сәлем достар, мен сіздерге үй жағдайында оңай ет бұқтыру әдісін көрсетемін. Еттерді осылай ұсақтап турап, сүйектен етті сылып алса да болады, бірақ мен сылып алмаймын, сүйекпен бірге қорғанды ұнатамын. Бұл қонақ келгенде таптырмас тағам түрі. Магазиндегі қалбырдағы бұқтырма еттен 10 есе артық. Бұны сиыр етінен де, қойдың етінен де жасай берсеңіздер болады. Осылай іш майды турап, осы іш майға қуырамыз. Іш май болмаса, құйрық майға да болады қуыруға. Сұйық майдың қажеті жоқ. Қазанды дайындап, етті жуып қазанға саламыз. Оның үстіне қалауымызша тұз, жарты литр су құйып, баяу отта 2 сағат бұқтырамыз. 2 сағаттан соң суы тартылғаннан кейін өзінің майына жарты сағат қуырып аламыз. Ет дайын болып қалған кезде банканы стерилизовать етіп аламыз. Банканы 15 минут стерилизовать етіп аламыз. Одан кейін дайын банкаға салып жаба береміз. Банкаға салғаннан кейін еттің бетін түгел май жауып тұру керек. Банкаға бірінші етін, сүйектерін салып алып, содан кейін бетіне майды көбірек құямыз. Қонақ келгенде банканы ашып, жылытып қонақтың алдына қуырдақ есебінде берсеңіз болады. Қалған майына картошка қуырып жесе болады, макарон қуырып жесе болады. Өте дәмді болып шығады. Бұл банкаларды салқын жерде сақтау керек. Жылы жерде бұзылып кетеді. Мен өзім жертөледе сақтаймын.